Қайырлы күн, құрметті достар, қалайсыздар? Мен дәл қазір Ұлытау облысы Жезқазған қаласы Абай атындағы мектептемін. Бұл жерде әділетті Қазақстан, сапалы білім, адал ұрпақ, табысты ұлт, яғни дарынды балалар ұлт мақтаныш атауымен республикалық білім саласы қызметкерлерінің тамыз кеңесі өтіп жатыр. Бүгінгі тамыз кеңесінде секциялық отырыста дарынды балалар еліміздің интеллектуалдық элитасын қалыптастыру, ұлт болашағы төңірегінде толғанып жүріп, өздерінің пікірлерін қоғамда айтып жүрген педагогтар дәріс оқуда. Солардың бірі Алаш зиялылары туралы зерттеу жазып жүрген Қазбілім групп компаниясының басқарма төрағасы, елге белгілі химик, педагог шебер Ахметжан Аяжан. Дарынды бала ұлт қуаты атты керемет дәріс оқыды. Осы орайда педагогтардың өзара қарым-қатынас орнатып, тәжірибе алмасуына мүмкіндік жасаған Маңғыстау облыстық білім басқармасына, Қарақия аудандық білім бөліміне және жалпы білім беретін мектеп гимназиясының әкімшілігіне өз алғысымды